Армысыздар, құрметті телекөрермен қауым. Студияда Наталья Дементьева. Я рада приветствовать вас на нашей ежедневной передаче «Мың бір сөз». Я напомню, что в прошлом выпуске мы познакомились с новыми словами и выражениями на тему «Амандасу» – приветствие. Давайте повторим слова с прошлого урока. Өткен сабақтың сөздерін есімізге түсірейік. Амансыз ба, есенсіз бе, саламатсыз ба? Здравствуйте. Сені көргеніме өте қуаныштымын. Рад тебя видеть. Сенің қалың қалай? Как у тебя дела? Тамаша. Замечательно. Прекрасно. Бәрі де ойдағыдай. Все в порядке. Ептеп, ақырындап. Потихоньку. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Как ваше самочувствие? Сіздің денсаулығыңыз қалай? Как ваше здоровье? Жақсы. Хорошо. Бір қалыпты. Нормально. Онша емес. Неважно. Жаман емес. Неплохо. Қайырлы таң. Доброе утро. Қайырлы күн. Добрый день. Қайырлы кеш. Добрый вечер. Нендей жаңалық бар? Что нового? Ешқандай жаңалық жоқ. Новостей нет. Сені көрмегелі көп айдың жүзі болды. Сколько зим, сколько лет. Надеюсь, вы хорошо усвоили эти слова. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоштасу, прощание. И я познакомлю вас с вариантами прощания на казахском языке. Будьте внимательны. Аман сау бол, қош бол. Будь здоров, до свидания. Көріскенше күн жақсы болсын. Всего хорошего, счастливо. Ертеңге дейін, до завтра. Сау болыңыз, до свидания. Келесі кездескенше, до скорой встречи. Жолыңыз болсын, счастливого пути. Сау бол, пока. Қош, прощай. Сәттілік тілеймін, желаю удачи. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыз. Спокойной ночи. Амандық болса, тағы жолығармыз. Надеюсь, еще встретимся. Сәлем айтыңыз. Передайте привет. Аман сау бол, қош бол. Будь здоров, до свидания. Көріскенше күн жақсы болсын. Всего хорошего, счастливо. Ертеңге дейін, до завтра. Сау болыңыз, до свидания. Келесі кездескенше, до скорой встречи. Жолыңыз болсын, счастливого пути. Сау бол, пока. Қош, прощай. Сәттілік тілеймін, желаю удачи. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыз. Спокойной ночи. Амандық болса, тағы жолығармыз. Надеюсь, еще встретимся. Сәлем айтыңыз. Передайте привет. А теперь попытайтесь еще раз проговорить эти слова и сохранить в своей памяти. Надеюсь, у вас все получится. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.